Сәлем достар, бүгін біз қатпарлы қамырдан самса жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, керемет болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Менің каналымды қолдап, видеоның соңына дейін қарап, тіркеліп кетіңіздер. Бізге керек заттар: жылы суымызға жарты қасық тұзымызды салып, араластырып, ұнымызға құятын боламыз. Жұмсақ қамырымызды илеп, біздің қамырымыз еттің қамыры сияқты болу керек. Қамырымызды жақсылап басып, жақсылап илеп болғаннан кейін, ені қанғанша холодильникке 15-20 минутқа қойып аламыз. Одан кейін холодильниктен алып шыққаннан кейін 3 бөлікке бөліп қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды жайғанда еттің наны сияқты жұқалығы сондай жұқа болу керек. Үшеуінде бірдей осылай жайып аламыз. Одан кейін үшеуін дайындап алғаннан кейін осылай ерітілген сары майымызды құятын боламыз. Осылай сары майымызды құйып, жан-жағына бәрін жағамыз. Сары майымызды жан-жағын бәріне жайып шығатын боламыз. Барлығын осылай жайып, жағып шыққаннан кейін біз майымыздың кепкенін, яғни қатқанын күту керекпіз. Бір 10-15 минутта қатады. Одан кейін жаңағы жайған екінші қамырымызды жайып, одан кейін тағы да сары майымызды құйып, барлық жеріне осылай жағып шығып, одан кейін үшінші қамырымызды жаятын боламыз. Одан кейін үшінші қамырымыздың үстіне де дәл осындай қылып сары майымызды жағып шыққанбыз. Оны да солай күтеміз 15 минут. Барлығы қатып кепкеннен кейін ғана оны орайтын боламыз. Егер сіздер оны қатқанын күтпесеңіздер, сіздерде слоеный болып шықпайды, қатпарлы болып шықпайды. Яғни дәл осылай қылып орап, тығыздап үстіне басып, барлығын және де дәл осылай қылып орап, морозильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін алып пайдалана берсеңіздер болады. Екіншіден біз салмасын жасайтын боламыз. Менде сиыр етінің фаршы. Оның үстіне мен жуамды және картобымды, тұзымды, бұрышымды салып, жақсылап араластырып, самсамызды жасаймыз. Bir сағаттан кейін жаңа қамырымызды алып, барлығын бөлшектерге бөліп, самсамызды жасаймыз. Менде тек жартысын ғана пайдаландым, ал жартысын салып қойдым. Келесі өздеріңіз керек кезде алып пайдалана берсеңіздер болады. Және де осылай қылып қамырын жасап, салып қойып, кез келген уақытта, қонақ келген уақытта пайдалансаңыздар болады. Осылай өздеріңіздің қалаған формаларыңызды жасасаңыздар болады. Мен осылай 3 бұрышты қылып жасадым. Одан кейін жасап болғаннан кейін барлығын үстіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. 180 градуста духовкамызге 45 минутта салып аламыз. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар көп рахмет. Менің каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып
тіркеліп кетіңіздер.